Облыста ауыз су мәселесі әлі де өзекті. Шалғай ауылдарда су толықтай шешімін таппаған. Осы мәселелердің шешімін табу үшін жыл сайын қаржы көлемі де өсуде. Сумен жабдықтау үшін 70 шақты жоба жүзеге асырылмақ. Ол үшін бюджеттен 21 миллиард теңге көзделген. Ауыл халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мемлекет басшысы қойған басты міндеттердің бірі. Оны 2025 жылдың соңына дейін орындау қажет. Осы бағытта облыс төңірегінде атқарылып жатқан жұмыста қарқынды. Бүгінде ауыл халқының 82,6% сумен қамтамасыз етілген. В текущем году на реализацию 69 проектов городского и сельского водоснабжения предусмотрено 21,7 миллиардов тенге. Қалалық және ауылдық сумен жабдықтаудың 69 жобасын іске асыруға 21,17 миллиард теңге қарастырылған. Ауылдық сумен жабдықтау бойынша 31 жобаны пайдалануға беру жоспарланған. Оның ішінде 26 қазандағы жағдай бойынша 8 жоба пайдалануға берілді. Атап айтқанда 5 ауыл орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген. Қалған 23 жоба қараша және желтоқсан айларында пайдалануға беріледі. Бұл тағы 30 ауыл сапалы сумен қамтамасыз етіледі деген сөз. Бұдан басқа 5,2 мың тұрғыны бар 15 ауылда әкелінетін суды тарату пункттерін орнату бойынша жұмыстар жүргізілуде. В целях исполнения поручения главы государства Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында сумен жабдықтау жобаларына қаржыландыру көлемі жыл сайын ұлғаяды. 2023 жылы 9,15 миллиард теңгеден 15,13 миллиард теңгеге дейін өскен. Сондай-ақ жұмыстың төмен қарқыны байқалады. Яғни 5 жоба бойынша проблемалық сұрақтар бар. Белгіленген арнайы индикаторларға сәйкес, облыстың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділік 2023 жылы 86,6% құрау керек. Құрылыс маусымы аяқталуға жақын болғандықтан, жобаларды аяқтап, жұмыстарды күшейту қажет. Это же государственные средства. Бұл мемлекет бөлген қаражатты игеру қажет, орынды жұмсау қажет. Бір құбырдың бағасы 2 ауданда 2 түрлі бағада көрсетіледі. Бұны қалай түсінуге болады? Осы мәселені реттеу керек. Әр әкімдіктен сараптама жүргізілуі қажет. Яғни атқарылып жатқан жұмыстар мен іске асыруға ұсынылғандардың бәрін қарау керек. Қаржылық сараптама әрдайым жүріп отыруы керек. Үзілмеуі қажет. Сонда ғана осы аталған мәселелердің шешімін таба аламыз. Ауыл халқын сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділік орташа облыстық көрсеткіштен төмен 6 өңір бар. Олар Қостанай, Ұзынкөл, Қарабалық, Меңдіқара, Федоров аудандары мен Арқалық қаласы. Өңір басшысы осы мәселені бір жақты етуді тапсырды. Гүлім Қажымқызы, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы.